10 ай бойы күткен үйімнің рум-турын кеттік бірге көрейік. Добро пожаловать! Кіре берісте бізді не күтіп тұр? Бізде тех помещение, сразу келе салған бетте скрытый есікпен. Енді бұл жерде жаңағы пеш деген сияқты, оны көрсетпей ақ қояйық. Және мына жақта обувница. Кіре салған бетте аяқ киімімізді қоятын сөре. Ал бізде мына жерде кішігірім прихожий зона. Прихожий зонада не? Декоративный панельмен украшены, айнамыз, айна подсветкамен, подсветканы скоро қосамыз бұйырса. И осындай скрытый фасада шкафтар. Ішінде жаңағы кіреберіс куртка деген сияқты керекті жарақты киімдер осы жерде тұрады. Аяқ киімдер барлығы осы жерде. Үйіміздің жүрегі кухнямызға қош келдіңіздер. Кухнямыз осындай әдемі оттенктерде жасалған, барлық техника скрытый. Қарап отырғандарыңыздай барлығы сияды, өйткені мебельдеріміздің барлығын до потолка жасаттық. Қазан, табақ дегендердің барлығы жоғарғы полкаларда тұратын болады. Міне көріп отырсаңыздар, үйдің потологы 3/20 негізі высотасы. Қазір примерно 3/10 болып тұр примерно. Барлығы максимально сияды, удобно. Кофемашина на жерде, техника же, духовка, микроволновка, посудомоечная машина. Вместительный үлкен алдық. Енді бұл жақта қазір үлкен отбасы болып тұрып жатырмыз, және үйдің іші полностью оснащен умный доммен. Поверхность кухняның тастан жасалған, полностью арты барлығы литой жаңағы таспен жасалған. Поверхность бізде стеклокерамика, газбен қазір, вытяжка, және де үйдің іші полностью оснащен умным домом. Қазір сіздерге көрсете кетейін біздің фишкаларымызды. Алиса, закрой шторы. Осылай міне барлығы с подсветкой жүреді, умный дом. Холодильник, морозильник бізде скрытый. Енді пока бар заттарымыз осы, енді ғана көшіп келіп жатырмыз. Қазақпыз ғой, енді морозильникті үлкен қылтып жасадық. Мына жерде каждый полочкасымен көріп отырғандарыңыздай. Ыңғайлы жаңағы заготовкалар жасап қойса бұл жерге тығып қойға болады. Және де тағы бір ерекшелігі бізде мебельдің барлығы МДФ пен жасалған. Егер МДФ, шпон деген сияқты. Мына столымыз мысалы шпанированный стол. Орындықтары да удобный, жаңағы шалқайып жатып отырғанға да. И және ерекшелігі бұл потайная кладовая.